Қазақта бір сөз бар, келін ененің топырағынан. Жас келіннің әр қадамын бақылап, әр ісін түзеуі кейде сынау болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол сынау емес, үйрету, өмірдің мектебі. Бүгінгі әңгіме енесін түсінбей жүрген бір келіннің жүрегін өзгерткен шынайы оқиға жайлы. Бұл оқиға әр тыңдарманға ой салады. Айжан тұрмысқа шыққанына 2 жыл болған жас келін еді. Күйеуі Ерлан екеуі бір шаңырақ астында, Ерланның әке-шешесімен бірге тұратын. Алғашқы күндері бәрі жақсы көрінгенімен, уақыт өте тұрмыс тіршілікте ұсақ-түйек кикілжіңдер пайда болды. Енесі Күләш апай көпті көрген, қаталдау, бірақ жүрегі кең адам. Ол келіннің әр ісін аңдып жүргендей көрінетін. Шәйді дұрыс қатыр, келін. Тамақтың тұзы аздау екен. Киімдерді мұқият жайсаңшы. Осындай сөздер Айжанға ауыр тиетін. Мені ұнатпайды, бәрін сынай береді деп ойлайтын. Кейде тіпті күйеуіне де шағым айтатын. Бір күні Айжан қатты қиналып, үйден шығып кетіп, сырлас досына барды. Досы оған: сен енеңді дұшпан емес, анаңдай көруге тырыс. Өйткені ол да осы үйдің берекесі үшін шырылдап жүр. Өз анаңда саған қатты сөйлейтін кездері болатын ғой. Енеңді сынай беретін адам емес, үйретіп жатқан адам деп қабылдасаң, жеңіл болады деді. Бұл сөздер Айжанның жүрегіне жетті. Келесі күні Айжан әдейі енесінің қасына барып: апа, етті қалай жақсы қайнатасыз? Маған да үйретсеңіз деді. Күләш апай алғашында таңырқап қалды. Бірақ кейін жүзі жылып: қызым, етті баяу отта ұзақ қайнату керек, сонда дәмі жақсы шығады деп сабырмен түсіндірді. Осыдан кейін екеуінің арасы жақындай бастады. Айжан бұрын сын деп қабылдаған сөздердің артында ененің қамқорлығы жатқанын түсінді. Бірде Айжан қатты ауырып қалды. Түнде төсекте жатып, әлсіреп жатқанда енесі қасына келіп, маңдайын сипап отырып: қызым-ау, өз қызымдай болып кеттің. Құдайдан тілегім сенің амандығың деді. Осы сәтте Айжанның көзіне жас келді. Мен оны анамдай көре алмаппын. Ол маған шын жүректен тілеулес болып жүр екен ғой деп ойлады. Содан бастап Айжан енесін құрметтеп, әр сөзін сабақ қылып тыңдайтын болды. Уақыт өте енесі оны өз қызындай көріп, сырын ашып сөйлесетін болды. Айжан түсінді, ене сынақ емес, анаңның орнын басып отырған сыйлы жан. Оған құрмет көрсетсең, отбасыңның берекесі артады. Айжан енесін сынайтын жан емес, қолдаушы ана екенін түсінді. Ауырғанда маңдайынан сипаған ене мейірімінде ананың шынайы жүрегі бар еді. Содан кейін ол бір нәрсеге көз жеткізді: енені сыйлау тек дәстүр емес, ол отбасының тыныштығы мен берекесінің кілті. Ене мен келін бір-бірін ана мен қыздай сыйлағанда ғана шаңырақ биік болады.